Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Манар. Бүгін сіздерге алмадан оладьи жасайтын боламын, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантымызды салып, араластырамыз. Әбден араластырып, үстіне сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып, әбден араластырып, ұнды жаймендеп салып отырамыз. Біркелкі масса болғанша шанышқымен немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ең соңғы ұнымызды салғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне туралған алмаларымызды салып араластырамыз. Біздің сұйық масамыз дайын. Енді қызып тұрған табаға 1 ас қасықтан массамызды құйып, қақпағын жауып, пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Қақпағын жаппаған жағдайда біздің оладьйіміз піспей қалуы мүмкін, сондықтан қақпағын жабамыз. Біздің оладьйіміз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын.